Кеш жарық эфирде Айбат жаңалықтары, студияда Жалғас Сейнолла, сурда аудармада Жамбота Сәрсенбаева. Бүгін көретіндеріңіз. Интернет нашарлап, әлеуметтік желілер неге ашылмай қалды? Министр сәл күте тұрыңыздар дейді. Қазақстандық инфрақұрылымды сақтап қалу үшін жасалып жатқан нәрсе, іс-шаралар. Елімізге кім және не үшін кибер шабуыл жасап жатыр? Жан түршігерлік апат. Пойызбен жеңіл көлік соқтығысып, 6 адам қайтыс болды. Бұрын болған шлагбаумды кім және не үшін алғызып тастаған? Біз шлагбаумды уақытымен жауып тұрдық, уақытымен ашып тұрдық. Біз жоқпыз, қазір не болды? Ресейде мобилизация аяқталды. Бұл Ресей Украинаға шабуылды тоқтатады деген сөз бе? Қазақстанда интернет неге нашарлап, әлеуметтік желілер ашылмай қалды? Бүгін цифрлық даму министрі Бағдат Мусин бұл тоқтаусыз жасалып жатқан кибер шабуылдың кесірі деп жауап берді. Кибер шабуылды кім жасап жатыр? Және ол қайдан келген қауіп? Ая Мүтәл тарқатады. Интернет движняк же это, настоящий. Онлайн өмірге байланған халыққа интернеттің нашарлауы айтарлықтай ауыр тиіп жатыр. Көбі әсіресе жұмысқа кедергі келтірді дейді. Маңызды хат-хабарлар уақытылы жеткізілмей, онлайн қызмет жүргізуде қиындаған. Студенттер сабақ оқи алмай отырмыз деп шағымданды. Кешігіп келуінен қағаздың бір-бірімізді көрмей қаламыз, бір-бірімізге жауап бере алмай қаламыз уақытылы. Соның уже әсері. Это перед выборами так началось. Да, и это не только я жалуюсь, это многие так говорят. Медленно работает. Вам это как-то мешает? Да, например, сегодня в учебе, в университете у нас не запускались сайты, Платонус не работал и так далее. Министр Бағдат Мусин интернеттің нашарлығын Казнетке бір айдан бері тоқтаусыз жасалып жатқан кибер шабуылдан көрді. Айтуынша IT мамандар қазір жаппай шетелдік хакерлерге қарсы күресті жүргізіп жатыр. Алайда қауіптің кімнен және қайдан төнгенін министрдің өзі білмейді. Кибер шабуылдың мақсаты не? Сізде қандай да бір болжам бар ма? Мен оған жаңағы ешқандай ақпарат бере алмаймын, өйткені менде ақпарат ондай жоқ. Не үшін, кім оны жасады, жаңағы сырттан, қай елдерден, ол ақпараттың барлығы жаңағы сол мекеменің ішінде жаңағы талқыланып жатыр. Кей кездерде ақаулықтар болады, оны барлығымыз сезіп жатырмыз. Бірақ кішкене күту керек. Министр бұл жолы хакерлердің нақты мақсатын білмеймін дегенімен, бұған дейін мұны әлемде болып жатқан геосаяси жағдаймен байланыстырған еді. Кейіннен сайлауға қарсы жасалып жатқаны да айтылған. Бір ай бұрын тіпті 20 миллионға жуық шабуыл жасалды деп те хабарланды. Ал Қазақстан интернет қауымдастығының президентінің болжамынша, ақпараттық шабуыл Украинадағы соғысқа байланысты болып жатыр. Еліміз әбден санкцияланған Ресейге жақын орналасқандықтан сыртқы күштер Қазақстанның ақпараттық порталын уысында ұстағысы келеді. Ал мұның салдары ауыр болуы мүмкін дейді сарапшы. Түбінде Қазақстан экономикасы зардап шегеді. Все передачи данных. Мемлекеттік органдар ғана емес, танымал сервистер мен жеке компаниялар да зардап шегіп жатыр. Мәселен, әуе компанияларына жасалған бір шабуылдың кесірінен бірнеше рейс кешіктіріліп, кәсіпорын біраз шығынға батты. Сол сияқты басқа компанияларға жасалған шабуылдың да салдары бар. Қазір Қазақстан тарихында бұрын соңды болмаған ең ауқымды кибер шабуылдар жасалып жатыр. Сарапшы айтқандай, кейбір қылмыскерлер үйден шықпай-ақ компанияларды шаш етектен шығынға батыра алады. Өндіріс орындарының жұмысын тежеп, жарықтың өшіп қалуын, ұшақ рейстері мен пойыз рельстерін ауыстыруға дейін ұйымдастыралады. Мұндай кейбір топтар саяси науқандарға да бөгет жасауы мүмкін. Тек қылмыстық топтың мақсаты әзірге түсініксіз. Ая Мүтәлі, Заманбек Үсенбеков, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтар қызметі. Енді диплом мен аттестатты QR-код арқылы да алуға болады. Бұл кәдімгі ақша алатын банк қосымшасы арқылы жүзеге асады. Тіпті балаңыздың балабақшадан бастап, мектеп немесе колледж бітіргенге дейінгі барлық ақпаратты жинақталады. Толығырақ тілшіміз Жансұлу Жиенқұлдың материалында. Қазақстанда балабақша кезегінде айлап тіпті жылдап тұратындардың саны азаяр емес. Жыл басынан бері орта есеппен 280 мыңнан астам бала күту парағында тұр екен. Бүгін оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов үкіметте балабақшадағы кезек мәселесіне қатысты ұсыныс айтты. Министрдің сөзінше, бөбекжайлардағы орын бөлуде кемшін тұстар көп. Ал оны шешу үшін нақты бір жүйе құрып, кем-кетікті бір базадан бақылап отырамыз деді. Бүгінгі таңда балабақшаларға кезек цифрлы форматқа көшірілді. Десек те әлде үлкен мәселе бар. Кезекке қою бойынша облыстарда 44 ақпараттық әртүрлі жүйелер жұмыс істейді, тәуекелдері бар, бірізділік жоқ. Осы мәселелерді шешу мақсатында орталықтандырылған балабақшаларға бірыңғай кезек енгізіледі.
Министрдің сөзінше бұл айтқан жүйе саналуан қызметті атқармақ. Базаға әр педагог туралы ақпарат енгізіледі. Сол арқылы оның аттестациядан қалай өткені, жұмысқа қабылдау рәсімі, конкурстарға қатысу туралы ақпараттар жүктеледі. Сарапшылар бұл жүйені іске қосу біраз уақыт алатынын айтады. Дегенмен мәселені шешу үшін таптырмас жол осы ғана дейді. Ұлттық бірыңғай деректер қорының базасына осы мәліметтердің барлығы жинақталатын болса, барлық республика бойынша қанша балалар кезекте тұр, жас ерекшелігіне байланысты, оларды қамту қалай жүріп жатыр, жаңағы кезектілік азайып жатыр ма, көбейіп жатыр ма, немесе әрбір өңірде қандай сұраныс бар деген нәрсені біз бір көзбен көріп отыратын боламыз. Баламды бөбекжайға беремін деп ұзын сонар кезектен себепсіз шығып қалған жағдайларда кездеседі дейді ата-аналар. Тіпті осыдан 15 жыл бұрын болған кезек мәселесі күні бүгінге дейін шешімін таппағанына таңғалатындар да табылды. Кейбір балабақшада келсең, баратта басқа біреуді алып қояды, немесе документтерің дұрыс емес деп қайта-қайта дайындайды. Нақты қандай документ керек екенін айтпайды кейде. Мен мысалы мына баламды садикке тіркеу үшін 2-3 ай уақытым кетті ғой. Мына баланы өзім тіркегем кезінде, сосын очередіміз келмегесін, пришлось андай бар ғой, 4 сағаттық сабақ бала баратын, соған бергем. А так былай очередіміз таки келге жоқ, өсіп кетті ғой уже. Цифрландыру мәселесі мұнымен біткен жоқ. Министр алдағы уақытта аттестат пен дипломды ЕГОВ пен QR-код арқылы банк қосымшаларынан алуға болады. Министрліктің хабарлауынша бұл жоба келесі жылы жүзеге асырылуы мүмкін. Ал ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек студенттерге жеңілдетілген 2-3% несие беру жоспарланып отырғанын айтты. Алайда оның талаптары мен қашан іске асатыны әзірге белгісіз. Жансұлу Женқұл, Ермек Махметов, Мейірбек Беспаев, Айбат, жаңалықтар қызметі. Президент сайлауына да 3 аптадан аз уақыт қалды. Нақтыланған кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарына кірісіп кетті. Бұл сайлауда бұрындары болмаған жаңашылдықтар алғаш рет кездесейін деп тұр. Мәселен, дауыс беру бюллетендерінде бәріне қарсымын деген тармақ. Жалпы бұл жолғы сайлау 100% әділ өтеді деп айта аламыз ба? Ол жөнінде заңгер Марат Башимовтан тікелей эфирде сұрап көрмекпіз. Кеш жарық, Марат мырза, қалай естіп тұрсыз? Кеш жарық жалғасы, кеш жарық. Бірден сұраққа көшсек, мынау бүкіл қауіп қатерді болжадыңыздар ма? Қандай заң бұзушылықтар болуы мүмкін бұл жолы? Сіз бір сұрақ қойдыңыз ғой, әділеттікке сенесіз бе деп, шын айту керек, мен өз басым айтайын, бір талай сайлаударды Қазақстанда көрдім ғой, әділеттіксіз деген толып жатқан. Мен мысал ретінде келтіремін, қасымда ұлттық академиялық кітапхана бар, соның өзінде келген кісі бүйтіп мен бақылаушы болғам, телефонды алып та айтады, мен суретке түсіріп алдым ғой, біреуге звондап отыр, қоңырау шалып отыр кадрларына. Міне мен дәлелдеп бердім ғой, сіздерге жібердім ғой. Мен айтам, қалай мынау сұмдық қой. Өйткені мынау құпия ретінде бізде Конституцияда тура жазылған, өр азаматтың құпия құқығы бар, конституциялық құқығы азаматқа дауысты бергенге, мысалы, ондай бұзушылықтар қазір болмайды. Бізде нақты түрде президенттен бастап өзі айтып кетті. Сайлау заң үстемділігін ретінде өткізуге тырмысамыз деп, ешкімді мәжбүрлемейміз. Мен мысалы Астанада тұрамыз ғой біз. Билікпен араласамыз, бізде бірдеме болса біз бәрін біліп қоямыз. Билік мынаны итеріп жатыр, мынаны. Ондай қазір жоқ. Ешкімді тура мәжбүрлеп итеріп жатқандар нәрселер жоқ. Сол үшін екінші жағынан ол неге маңызды? Ол президенттік сайлаудан кейін ертең көктемде парламенттік сайлау болады, онда тіпті қырғын болады, партиялар қырылысады, жеке тұлғалар кіріседі. Сол үшін қазір маңыздылығы біз осылай өткізсек, әділеттік, заң үстемдігі болмай, мен айтам, кейде заң бұзушылық болсын, заңгер ретінде айтып отырмын, мысалы, біздің қылмыстық кодекста мынандай баптар бар да, 150-151 баптар. Сен бірдемеде фальсификация жасасаң, сен біреуге қарсылық жасасаң, 4 жылға шейін бас бойында айырыласың, бас бостандығынан. Мына сіздің сұрағыңыз, бізде графа кіргізді ғой, қарсымын деген, ол тіпті өте маңызды. Өйткені халықаралық адам құқығы жөніндегі халықаралық шарттарда сондай болған бізде. Бізде ол бірінші рет болайын деп тұр. Сөзіңіз аузыңызда жақсы түсінікті, солай болады деп сенейік. Мынау бірақ өткен тәжірибеге қарайтын болсақ, бұрынғы сайлауда адамдар тіркелген мекен жайы бойынша барса да тізімнен өз есімдерін таба алмаған жағдайлар көптеп кездескен. Енді сондай ситуациялар қазірде алдағы сайлауда қайталанса, азаматтар не істеу керек? Ондайда сұрақтар бәрі дұрыс сұрақ көтеріп тұрсыздар. Олардың бәрі де қазір жеңіл. Ешкім мысалы Астанада тұрмасын, мен мысалы келтіріп тұрмын ғой, тұрмасын. 3 сом қойып берген, 3 сом. Ода пропискасы жоқ, әлгі айтамыз ғой, прописка деген қандай болсын да. Сонда келіп, бір күнге тіркеп, ол өзінің құқығы бар, сайлануға сайланады, біреуге дауыс береді,
Сонан кейін бірақ енді күнде автомат түрде ол сол тіркеуден кетеді. Сол үшін бәр жағдай жасалып тұр, өзінің дауыс бергенге деп оны айтып кету керек. Сол жағдай бәрде бар. Оны қазір бірінші рет жасап отыр. Тіркелмеген кісілерге де құқықтарды заң бойынша бәрдерде тіркеліп тұру керек қой. Қазір айтады жоқ, 3 соң Астананың өзінде құрылып тұрады, бәрдер айтылады, интернет арқылы береді, сотовый телефонға да маған келіп тұрсыз, анда тіркелдіңіз деген, иә? Жақсы, сол халыққа қызмет көрсету орталықтарының арқасында өткен сайлаудағы келеңсіздіктер қайталанбайды деп сенейік. Марат мырза, өкінішке қарай эфирдің уақыты шектеулі, сол аз уақытта мазмұнды пікір айтқаныңызға көп-көп рахмет сізге. Рахмет, жақсылық тілейміз. Жамбылда жеңіл көлік жолаушылары пойызбен соқтығысып, 6 адам ажал құшты. Арасында 7 жасар бала бар. Жантүршігерлік жол апаты Меркі ауданындағы Түрксіб станциясында болды. Жергілікті тұрғындар жол апатына Қазақстан темір жолы компаниясын кінәлап отыр. Оператор мекеменің шойын жолдағы шлагбаумды алып тастауы апатқа себеп деп санайды. Анық-қанығын Данияр Әлімқұлы біліп көрді. Бүгін таңғы 8:30 шамасында Қарасу ауылы халқына қайғылы апаттың дауысы шошытты. Қалың тұманды жарып шыққан жолаушылар пойызы жүйткіген бойы өткел үстімен өтіп бара жатқан жеңіл көлікті қағып кетеді. Салдарынан Ауди маркалы автокөлік ішіндегі 6 адам оқиға орнында тіл тартпай кетті. Ауыр соққыдан адамдар 5-6 метрге ұшып кетіп, жан тапсырған. Ешқандай пост қойылмаған дәл осындай жолда көлікті қағып кетті. Бақилық болғандардың 5-еуі Мойынқұм ауданы, 1-еуі Тараз қаласының тұрғыны. Арасында 7 жасар қыз бен 14 және 16 жастағы бойжеткендер де бар. Ауылдықтар апатқа себеп шойын жол шлагбаумының жоқтығы дейді. Қазақстан темір жолы 1 ай бұрын алып тастағанын айтады. Қауіпті жолға кезекшілік қоюды бұрынғы жұмысшылар да сұраған. Алайда алып компания ескертуімізді елемеді деп отыр. Біз жоқпыз қазір, не болды? Бері жаппасаңдар, қарасын без ойыншық емес қой деп айттым мен. Не болды енді қазір? 6 адам бірде қайсы болды? Обал емес пе? Вообще қайқа қарап отыр, айқа қарап отыр ма? Біздің кідіздің бастары қайқа қарап отыр. Ал апат себебін полиция анықтап жатыр. Қазір қылмыстық кодекстің автомобильді, троллейбусты, трамвайды не басқа да механикалық көлік құралын басқарудағы ереже бұзу бабы бойынша іс қозғалған. Қылмыстық кодексінің 345 бабы 4 бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Оқиға орнында кезекші жедел тергеу тобы жұмыс жасауда. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталуда. Қазақстан темір жол ұлттық операторы апатқа себеп жеңіл көлік жүргізушісінің жол ережесін бұзуы деп болжайды. Ал Қорағаты тәтті учаскесінің 3674 шақырымдағы өткелге кезекшілік қызметкерлерді қою қажет емес деп отыр. Автокөлік қозғалыс қарқындығы төмен болғандықтан 4-ші санатқа жатады. Оған кезекші қызмет көрсетуге міндетті емес. Соның есебінен негізінен қызметкерлер алынып тасталды. Бұл өткел автоматты өткел, сигнализациямен жабдықталған. Ол дұрыс жұмыс істейді. Темір жол тарапы ауыл маңындағы шойын жолға шлагбаум қою жоспарда жоқ деп кесіп айтты. Яғни алдағы уақытта кезекші қойылмайды. Ал темір жол тұсынан өтерде ережені ескеріп, абай болуды ғана айтып отыр. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі. Ал Үндістандағы көпір апатынан кейін 9 адам тұтқындалды. Оларға қауіпсіздікті сақтамады, көпірдегі адам қозғалысын бақыламады деген айыптар тағылған. Үндістанның Гуджарат штатындағы көпірдің құлауынан 141 адам мерт болып, ондаған адам әлі іздестіріліп жатыр. Жансая Қапасқызы толығырақ. Гуджарат штатының Морби қаласындағы аспалы көпірдің 150 жылдық тарихы бар. 7 ай бұрын жөндеу жұмыстарына жабылып, жексенбіде қайта ашылған. Бұл сәтті атап өтпекке жиналған 500 адам бір мезетте көпірге шыққан. Куәгерлердің айтуынша, кей адамдар аспалы көпірді әдейі шайқаған. Кенет ортасынан қақ айырылған құрылым 141 адамның өмірін қиды. Олардың 34-і бала. Менің досым мерт болды. Адам көп болып, біз көпірдің ортасында ілгері жүре алмай тұрып қалдық. Сол кезде көпір кенеттен құлады. Апаттан 177 адам құтқарылған, тағы ондағаны із-түзсіз жоғалды. Олардың іздестіріліп жатқанына бүгін 3-ші күн. Ел билігі зардап шеккендер мен құрбандардың жақындарына қаржылай көмек көрсетілетінін айтты. Менің ойым Морби апатының құрбандарымен бірге. Мұндай қайғылы жағдай өмірімде өте сирек болды.
Қазір апатқа қатысты 9 адам қамауға алынған. Олардың ішінде қызмет көрсету саласының мамандары, кассир, 3 күзетші бар. Оларға көпірдегі тәртіпті бақыламады деген айып тағылған. Және де нысанға жөндеу жүргізуге рұқсат алған адамдар да тұтқындалды. Себебі көпір қауіпсіздік сертификатынсыз ашылған. Халық болса жергілікті билікке наразы. Біз Гуджарат штатының министрі қызметтен дереу кетсін деп талап етеміз. Қазір оқиға орнында құтқару іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Апат себептерін анықтау үшін тергеу амалдары жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалды. Жергілікті полиция әлі де күдіктілер бар және олар қамауға алынады деп отыр. Апатқа байланысты Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Модиге көңіл айту жедел хатын жолдады. Жансая Қапасқызы, Санат Иманғали, Айбат жаңалықтар қызметі. Оңтүстік Корея полициясы қалың топты дұрыс бақылай алмаған үшін кінәсін мойындады. Тәртіп сақшылары Хэллоуин кезінде адамдардың бір-бірін итеріп, таптап кетуін тоқтата алмаған. Салдарынан 155 адам мерт болды. Ішінде отандасымыз да бар. Тағы 150-ден астам адам зардап шекті. Оқиға куәгерлерінің айтуынша, полиция қызметкерлері адамдарға түсініксіз нұсқаулықтар берген. Сөйтіп, ығы-жығы халық қайда барарын білмей, абдырап қалған көрінеді. Оңтүстік Кореяның полиция басшысы тәртіп сақшылары жағдайды жіті бақылай алмаған растады. Оқиға себептері тергеліп жатыр. Болған жағдай үшін үлкен жауапкершілікті сеземін. Мұндай қайғылы жағдай енді қайталанбау үшін қолдан келгенін істейміз. Полиция оқиға орнында тергеу жүргізіп, қауіпке байланысты 112 хабарлама түскенін растады. Алайда бұл хабарламаларға қатысты жауап жеткіліксіз болған деп таптық. Ресейде ішінара мобилизация аяқталды. Бұл туралы Владимир Путин мәлімдеді. Алайда Путин әзірге мұндай жарлыққа қол қоймаған. Себебі ондай құжат қажет пе, жоқ па, нақты білмейді екен. Десе де бүгін Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков жарлық қажет емес деп мәлімдеді. Әскерге шақыртудың тоқтатылғаны туралы алғаш рет қазанның 28-інде Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Шойгу хабарлаған еді. Оның айтуынша жоспар толықтай орындалып, Украинамен соғысқа тарту үшін 300 мыңдай адам армия қатарына қосылған. Ал мобилизациядан бас тартқандарды ресейлік депутаттар 5 жылға дейін соттау туралы заң қарастырып жатыр. Откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю. Шынымды айтсам, бұл туралы ойланбаппын. Заңгерлермен сөйлесіп, мобилизацияның аяқталған туралы жарлық шығару қажет пе анықтаймын. Бірақ ол аяқталды, нүктесі қойылған. Қарағандыда колледж оқытушылары жалақы көтеруді талап етті. Айтуларынша, тегін оқитын топтарға дәріс беретін мұғалімдердің орташа айлығы 100 мың теңгеге жетпейді. Колледж басшылығы неге алалап отыр? Қарағандылық әріптесім толығырақ тарқатады. Панар Әбдіқұлова жалақы көтерілсін деп талап қойған 40-қа жуық оқытушының бірі. Айтуынша колледжде ақылы топтарға сабақ беретін педагог, тегін оқитындарға дәріс оқитын мұғалімдерден әлде қайда аз айлық алады. Ал соңғы 3 жылда жалақы мүлдем өспеген. Ең бірінші, біздің еңбегімізге төленетін еңбек ақымыз төмен. Мен 30 жыл істейді екем. Әлі 200-ге толған жоқпын сентябрьде ғана. Оның өзінде маған класс сынып жетекшісі, цехтың меңгерушісі және кабинет меңгерушісі төленеді. Сонда 30 жылдық еңбек ақым менің 200 мыңға мен сентябрьде ғана болды. Қазір колледждің ақылы бөлімінде оқитын студенттердің саны артқан. Білім ордасының бюджетіне қомақты қаржы түскенімен, оларға сабақ беретін ұстаздардың жағдайы мәз емес. 10 жыл тәжірибесі бар бірінші санаттағы оқытушының өзі жалақымыз 120 мың теңгеден аспайды деп ашынады. С этого месяца, с этого года я устроен на 1,5 ставки. Биылдан бастап мен 1,5 айлық мөлшерлеме бойынша жұмысқа тұрдым. Оның үстіне кураторлығым бар. Соның барлығын қосқанда 120 мың теңге аламын. Бұл менің 1 айлық жүріп тұруыма ғана жетеді. Жалақым неге аз деген сұраққа ешкім жауап бермейді, бір-біріне сілтейді. Колледж басшылығы ешкімнің еңбегін жеп жатқан жоқпыз деп ақталды. Айтуынша жалақы 15%-ға өскен. Алайда ұстаздарды неге алалап отырғанын түсіндіре алмады. Различий между коммерческими и бюджетными группами нет. Бюджеттік және коммерциялық топ оқытушыларының жалақысында айырмашылық жоқ. Биылғы оқу жылынан бастап барлығының еңбек ақысы көтерілді. Ал ақысыз топтарда жалақыға қосымша қаражат төленеді. Мекеме басшылары мұғалімдерді оқуға керекті барлық жабдықтармен қамтамасыз етіп отырғанын айтты. Ал жергілікті билік тексеріс жүргізуге уәде берді. Жандос Бақытұлы, Еркеғұлан Тойболдин, Айбат жаңалықтар қызметі. Шымкентте неке түнінде әйелінің өліміне қатысы бар деп күдікке ілінген Серік Жаналиевке қатысты іс сотқа өтті.
Ал күдіктінің туыстары болса, бауырымыз жазықсыз қамалды дейді. Сөздерінше, некесін мұсылманша қидырған марқұм келіншек жуынатын бөлмеде шалынып құлап қайтыс болған. Оған ініміздің кінәсі жоқ дейді. Сондай-ақ Серік Жаналиевтің жақындары марқұмның анасының айтқандарын жоққа шығарды. Оларға ешқандай 2 бөлмелі пәтер ұсынып, кешірім беруін сұраған жоқпыз. Көз жұмған келіншектің анасы жалған ақпарат таратып, абыройымызға нұқсан келтірді деп отыр. Біздің жанұямызға, фамилиямызды жаңаға келіп бізге министерствоға бешейін сатып алдым деп ағасы келді. Маған 2 бөлмені квартираны алды, аузыңды жауып отыр деген жаңағы телевизиялардан сөзін бәрін естіп отырмын. Оның барлығы жалған ақпарат. Тергеуде отырған бала полный кінәлі болып шыққанша бұндай сөзді айтуға болмайды ғой. Себебі біздің де ағайын бар, туыс бар, жорамыз бар, жолдасымыз бар. Осындай фамилияларың осындай болып жатыр, не болды деген сөздерге бізге шыдай алмай, мен де осындай бір ақпарат беруіме, үндеу жасауыма осы себепкер болып отыр. Ал тұрмысқа шыққан түні қайтыс болған мұғалімнің анасы болса, 30 жастағы қызының кісі қолынан көз жұмғанына сенімді. Және істің абайсызда адам өлтіру бабы бойынша тергеліп жатқанына да қарсы. 2 бөлмеде пәтер береміз. Біз бәрін шешіп, жоғары жақпен келісіп қойдық, құр мамаңның жылағаны қалады деп. Одан да қалаған жерінен 2 бөлмелі үй әперейді деп. Қызым айтты. Алматы облысында 1000-ға жуық тұрғыны бар саяжай кооперативі тіршілік нәріне жарымай отыр. Қалаға таяқ тастам жерде тұрсақ та, өркениеттен жұрдаймыз дейді. Көптің көңіліндегі сұрақтың жауабы қашан орындалады? Тілшіміз Бауыржан Жақсымбет кеңірек тарқатады. Жыл сайын бізді көктен басталады ақша жинаудан. Жолға, анаған, мынаған, анауғыла қапты, мынауғыла қапты, жол суда деп содан басталады. Бұл Тюльпан саяжай тұрғындары, халық үкімет бізді ұмытып кетті деп назалы. Өйткені бұл жер өркениеттен ада қалған. Қала мен облыстың ортасында қалғандықтан жан-жағына жәутеңдеуден басқа амал жоқ. Бірақ жұртқа қарайтын жергілікті билік жоқ дейді. Баяғыда түйеменен су тасып ішкен ғой. Қазір біз ешек табылмай қаламыз су таситын. Ана жаңылдегі кешегі күннің 40 градус ыстығында бірде-бір скважина осы дашының водовозына су берген жоқ. Қаланың дәл түбінде тұрмыз ғой, айналайын мына қаланың. Мұндағы әрбір үйде дәл осындай арнайы су сақтайтын цистерналар бар. Мұны бір отбасы 1 айға жуық жеткізуге тырысады. Ал таусылып қалса, пластикалық құтылармен тасып ішуге мәжбүр. Сақтаулы су күн өткен сайын сарғайып, балалар аурудан көз ашпайды екен. Тұрғындар тіпті қонақ келсе шай беруден қысыламыз дейді. Ал киімнің өзін айлап жинап, жууды әдетке айналдырған. Кірді далаға жуып отырмыз. Егер су болғанда біз автомат қоятын едік. Сондықтан біз суды үнемдеп, жинап, осылай қол машинамен жуамыз. Қара жолдың да мәселесі мәз емес. Жыл сайын өздері қаражат жинап жасаса да сапасы сын көтермейтіндігін жеткізді. Бұдан бөлек интернет пен жарық мәселесі де ақсап тұр. Алайда мұның барлығын қолға алу үшін әуелі ауыл мәртебесін алу қажет екен. Бәрімізге біз жаңағы статусты ауыстырамыз деп саябақтардың жұмыс атқарылған. Одан кейін енді қазір әкім ауысты, ол жағдай қалай болып жатқанын біз әзірше білмейміз. Бүгінде саяжайдан жер алып баспана тұрғызып жатқандардың қарасы қалың. Алайда баспана саны өскенмен халықтың базынасы басылар емес. Бауыржан Жақсымбет, Медет Исапанов, Айбат жаңалықтар қызметі.